Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін хит салаттардың бірі алатау салатын дайындаймыз. Құрамына керек заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен шұжықтарымызды турап аламыз, дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Құрамына керек заттардың мөлшерін өз қалауыңызша көбейтіп немесе азайтсаңыз болады. Міне турап болдық. Енді оны бос ыдысымызға салып аламыз. Туралған заттарымыздың бәрін үсті-үстіне салып отырамыз осылай. Келесі кезек бізде ірімшік. Кез келген ірімшікті қолдансақ болады. Ірімшікті дәл видеодағыдай етіп тураймыз, үш бұрышты етіп. Бізде келесі кезек жұқа етіп пісірілген жұмыртқалы блинниларымызға. Оларды да дәл видеодағыдай етіп, үш бұрышты етіп турап аламыз. Жұмыртқалы блинниларымызды дайындау үшін 2 немесе 3 жұмыртқаны алып, жақсылап кішкене шым-шым тұз саламыз да, жақсылап араластырамыз. Және табаға кішкене май құйып, блинни сияқты жұқа етіп пісіріп аламыз. Оның үстіне осындай тұздалған, маринадталған майда қияр қосамыз, немесе оны турап қоссақ та болады. Оның үстіне осындай черри помидорларын қолданамыз. Оны да дәл видеодағыдай етіп, ортасынан бір бөліп турап аламыз. Салат жапырақтарын да дәл видеодағыдай етіп, орташа үлкендікте тураймыз. Міне барлық өнімдерімізді турап болдық. Енді осындай майонез қосамыз. Майонезді өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Салатты араластырып болған соң, осындай чечилсырын алып, майда бөлектерге бөлеміз. Оны салаттың үстіне қоюға қолданамыз. Міне салатымыз да дайын болды. Бәріне ұнайды деген ойдамын. Дастарханыңыздың сәні болатын салаттардың бірі. Видеоның соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.